Міне этажерканы қалағанша жасасаңыздар болады. Қалаған түсіңізде мұнда мен ең алғаш жасаған этажеркам ақ түспен араласа бір шетке қойдым және листовая патальмен бір шетке ғана жинап қойдым. Екіншісі біз жаңа 2 этаждығып жасағам, соның 3 этаждығып жасауға да болады және де міне былай жасауға да болады. Шет-шетін барлығын ақ түспен араластырып, ортасына түрлі гүлдер, не хатриді гүлдер қоюға болады, немесе басқа да түрлі гүлдерді қойсаңыздар болады, және тастар қоюға болады. Бұл жерге негізі желатин ыдысқа тас қоймаған жөн деп айтады. Мына шет мысалы көк түсті, жасыл түс қоюға болады, немесе алтын түсті қойсаңыздар болады. Барлығының жасау техникасы бір. Осы 3 этажды жасау үшін сіздерге 250 грамм смола кетеді, және де соның тең жартысында отвердитель кетеді. Ал егер тек қана біз жасаған жаңағыда 2 этажды болса, онда 200 грамм смола, тең жартысы 100 грамм бізде отвердитель қажет болады.